Сабақтың тақырыбы өркениет және әліпби грамматикалық тақырыпты бүгін жалғастырамыз. Жалпы ғылыми термин және жаңа сөздер, салалық терминдер, ресми іскери стиль. Пайдаланылатын әдебиеттер. Неологизм, неос грек тілінен енген сөз, яғни жаңа деген мағынаны білдіреді. Логос сөз. Қоғамдағы саяси, мәдени, экономикалық қатынастардың ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілге енген жаңа сөздер мен сөз тіркестері, фразеологиялық оралымдар. Неологизм, яғни лексикалық және семантикалық болып екіге бөлінеді. Лексикалық неологизмге жаңа ұғымдардың тууымен бірге пайда болған жаңа терминдер жататын болса, семантикалық неологизм деп сөзбе-сөз аудару арқылы төл сөзге қосылған жеке мағынаны айтуға болады. Мысалы, кесте, таблица, осадки, шөгінді. Неологизм сөз жасамдық, калькалы, макроия және кодтану, сондай-ақ морфологиялық, синтакстік, морфологиялық, семантикалық, морфологиялық тәсілдер арқылы жасалып, тілдің сөздік құрамын байытады. Шет тілден енген сөздердің басым бөлігі өздерінің бастапқы мағынасын сақтайды, ал семантикалық жақтан өзгерістерге ұшырамайды. Неологизм төл сөздермен де беріледі. Сөздік құрамда бұрыннан қолданылып жүрген сөз тұлғалары жаңа мағынаға ауысып, жаңа ұғымды белгілейді. Алғашқыда неологизм ретінде танылған сөздер жалпы халықтық қолданысқа түскеннен кейін неологизм болудан қалады. Мысалы, 20 ғасырда енген атом, теледидар, космос, ракета, редактор, анализ сияқты терминдер қазіргі таңда неологизм қатарына жатқызбаймыз. Неологизм жаңа аталып өткеніміздей, лексикалық неологизм және семантикалық болып екіге бөлінеді. Лексикалық неологизм жаңа ұғымдардың тууымен бірге пайда болған жаңа терминдер, ал семантикалық неологизм деп сөзбе-сөз аудару арқылы төл сөзге қосылған жеке мағынаны айтуға болады. Термин сөздер. Терминус – ғылым, техника, өнер, барлық ғылым салалары бойынша кейбір тұжырымдаманың атауы болатын сөз немесе сөз тіркесі. Әрбір ғылым саласына тән өзіндік терминдері бар. Әдетте тілдегі сөздер қандай болсын көп мағыналы болып келеді, оның мағыналық шегі айқын болмай жылжымалы болады. Ал ғылыми ой пікірді дәл білдіру үшін сөздің мағынасы тұрақты, айқын болуы қажет. Сондықтан сөздің мағыналық шегін дәл белгілеп, сөзді сол нақтылы бір мағынада ғана алып қолдану арқылы термин сөздер жасалады. Қарап отырмыз, жалпы терминдердің әрбір ғылым салаларына қатысты. Термин сөздер тілімізге орыс тілі арқылы енген баламалары жоқ интернационалдық терминдер, яғни квадрат, куб, глобус сияқты басқа тілден енген сөздерге қазақша балама табу. Мәселен, әуежай, аэропорт, бортсерік, стюардесса. Термин сөздер тарих, әдебиет, ғылымның әрбір салалары, биотехнология, биология, химия сияқты әрбір ғылым салаларына тән техникалық терминдер болсын, өзіне тән терминдер болады. Мәселен, термин сөздер репрессия, қуғын сүргін, алжир, отанның опасыздық жасағандардың әйелдерін ақмоладағы лагерь, зиялылар, интеллигенция, ой еңбегімен, күрделі шығармашылық еңбекпен, мәдениетті дамыту, таратумен, кәсіби түрде айналысатын адамдардың қоғамдық тобы. Ұлтшылдық, ұлттық қоғамның ең жоғары құндылығы мен формасы деп есептейтін, ұлттық артықшылықты уағыздайтын идеология мен саясат. Нәубет, халқының басына қасірет түсу, қырылу. Ұжымдастыру, бұл қоғамдастыру, тәркілеу, қандай да бір дүние мүлікті мемлекет меншігіне ақысыз, пұлсыз тартып алу. Анатомиялық терминдер адам организмнің құрылысын бүкіл дүние жүзінде бірдей оқу мақсатында құрастырылған. Анатомиялық терминдер Базель мен Париж 1955 жылғы халықаралық анатомиялық номенклатура бойынша оқытылады. Жазықтықтарға сәйкес анатомиялық терминдер түзіледі. Мысалы, фронтальды, антериор, постериор, вентралис, тарсалис, горизонтальды және тағы басқалар. Енді медицинаға қатысты термин сөздер эпикард – жүректің сыртқы қабаты, миокард – ортаңғы қабаты, эндокард – ішкі қабаты, пневмония – пневмон
грек тілінен енген сөз өкпе деген мағынаны білдіреді. Өкпе қабынуы, апноэ тыныстың тоқтауы, продипноэ тыныс алудың азаюы, тахипноз тыныстың жиіленуі, тахикардия жүректің қатты соғуы, брадикардия жүректің аз соғуы. Гипертермия температураның көтерілуі, гипертония қан қысымының көтерілуі, ал гипотония бұл қан қысымының түсуі. Жалпы ресми іскери стиль, ресми қағаздар стилі, кейде кеңсе стилі, ресми стиль қағаздар стилі деп те айтылады. Ресми қағаздар тілінің ерекшелігі бар. Онда дәл нақты дерек көрсетіледі, бір іспен жүйелі жазуға ерекше мән беріледі. Өйткені қағаздары ресми құжаттар ерекше қатынас жасау құралы болып табылады. Бұл стиль ел билеу, мемлекет жұмыстарын жүргізумен байланысты. Мысалы, қазақ елінің Алтын Орда хандығы берінде қазақ хандары билеген кездерде де әртүрлі жарлық, шарт, қатынас қағаздары болғаны белгілі. Бірақ олардың тілі құрылысы қазақ тілінің ерекшеліктері негізделмей, Орта Азия халықтарына ортақ әдеби тілге негізделгені белгілі. Ресми қағаздардың түрлері қазір екі тілде, орыс қазақ тілінде қолданылады. Дегенмен ресми қағаздардың түрлері көбінесе орыс тілінде жазылатыны белгілі. Олардың ішінде жарлық, заң, жарғы, тағы басқа мемлекеттік құжаттар орыс тілінен қазақ тіліне аударылып, мерзімді басылымдарда жарияланып отырады. Сондықтан да қазақ тілінде қолданылып жүрген қалыптасқан сөз орамдарының көпшілігі орыс тілінің ықпалымен жасалғанын білуіміз керек. Мәселен, қызу мақұлдау, қызу қарқын, тұрмыстық қызмет, қызмет көрсету, жүзеге асыру, қамтамасыз ету, өз күшінде қалдыру, қол жеткен табыс, кең жол ашу, іске қосу, мәселе көтеру, алғыс жариялау, сөгіс жариялау, тағы басқа. Мысалы, адам деген ресми құжаттарда адам деген сөз азамат, жолдас, телефон станциясында абонент, ательеде заказ беруші, шаштаразда клиент, ауруханада науқас, транспортта жолаушы, тағы басқа болып айтылады. Іс-қағаздар стиліне әртүрлі мекемелерде жүргізілетін жазу үлгілері жатады. Іс-қағаздар белгілі бір форма бойынша жазылады. Ол форманың түрлі үлгілері болады. Іс-қағаздардың үлгілеріне өтініш, сенімхат, қолхат, анықтама, мінездеме, шақыру билеті, хабарландыру, қатынас қағазы, акт, мәлімдеме, хаттама, шарт, міндеттеме, бұйрық, есеп, тағы басқа іс-қағаздары жатады. Іс-қағаздардың әрқайсының бұрыннан белгілі бірыңғай сөздері мен сөз тіркестері, сөйлем үлгілері болатыны белгілі. Іс-қағаздары көбінесе сол үлгі бойынша жазылады. Ресми құжаттарда саяси публицистикалық лексиканың әкімшілік терминдерін қолдануы басым келеді. Рефлексия. Бүгін не үйрендіңіздер? Сабақ бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Және келесі сабақта қандай мәселеге назар аудару қажет?